Айналайын алтындарым, мынаны бір тыңдап шығыңдар. Дүкен ашып, өз алдыңызға кәсіп істеп, жұмыс жасап жатқандар көп. Ал енді осы нәрседе өзіндік құн, пайда, зиян және шығын деген дүниелер болады. Сіз сауда істеу барысында өзіндік құны қанша бір нәрсенің. Одан кейін мен осы айда осы жұмысты істеу үшін қаншалық шығын шығардым. Ал осы айда қаншалық таза пайда таптым. Жалпы пайдам қанша болды. Содан осының ішіндегі шығынды шығарып тастаған кездегі менің таза пайдам қаншалық болды деген дүниелерді есептеу керек. Ал енді кейбіреулеріңіз бар екенсіздер, осы айда 10 мың сом пұл таптым, 100 мың сом пұл таптым деп жүресіздер. Әмәлиятта ол сіздердің жалпы сатылымдарыңыз, жалпы істеген жұмыстарыңыз. Енді осының ішінен сен осы айдағы шығындарыңды шығарып тастауың керек. Мысалы, дүкен ашсаң айлық маяқың болады. Ары бері жүрген болсаң, жаңағы чушайфей деген нәрсе болады. Осылардың барлығын шығарып тастағаннан кейін саған қанша таза пайда қалды. Сол кезде барып сен осы айда тапқан ақшаңды есептей аласың. Ана вишндағы алмастырып, айландырып жасаған саудаларымды көрсетіп, осы айда 100 мың тауыптым, 200 мың тауыптым деп жүреді екенсіздер. Үйтіп есептейтін болсаңыз, елдің барлығы миллионер ол есеп бойынша. Ал демек, осылай есептеп аласыздардағы өздеріңіздің бағанағы өзіндік құндарыңызды ең алғашта дүкенге немесе осы кәсіп бастау қосқан қаржыларыңызды қашан жеп тауысып қойғаныңызды білмей жүресіздер. Артынан не пайда болады? Бір топ суайттар пайда болады. Яғни алайын десе зат жоқ. Жаңағы зат алатын жерден құнқаушанан зат аламайды. Харидарға зат бере алмайды. Сосын орталықта жаңағы ана жерден қарыз алып, мына жерден қарыз алып, уаңдай дегенді толтырып, сонымен жаңағы құйдың ішіне кіріп алып, өтірікті зуылдатып, су құйтып, суайт болып жүргендер көп. Бұл неден келіп шықты бұл нәрсе? Бұл сол ең алғашқы кездегі өзіндік құнды есептей білмеуден келіп шықты. Тіпті түсінбесеңіз былай айтып берейінші. Үйіңізге бағып отырған 20 қойыңыз бар. Сол 20 қойды не үшін бағып отырсыз? Оны төлдетіп, сол төлін сатып пайда табам деп бағып отырсыз. Ал енді оны апарып сіз жаңағы төлді де сатсаңыз, саулықты да сатсаңыз, үйіңізде 20 қой емес, 20 қойдың жүнінде қалмай қалады. Осындай дүние. Сондықтан да мынау жұмыс деген кезде есепті дұрыс жасай білу керек. Есепті дұрыс жасай білмесең, қанша көп ақша тапқаныңның да түк пайдасы жоқ.